Кеш жарық қалайсыңдар? Леп клапқа қош келіпсіңдер. Так, көрермендермен танысайық бірінші, я? Так, бауырым. Есімің немен айналысасың? Есімім Дулат. Мен көзім саған қарап тұр ма? Мен ба дегенге. Сен емес де болуы мүмкін. Так, Дулат, жасың нешеде, немен айналысасың? 24-те машина шығаратын заводта жұмыс жасаймын. Hyundai Трансказахстан. Ондай завод бар. Так, жалпы машина шығарып көрдіңдер ма? Или просто? Давай біздің заводымыздың атын солай атайық. Біздің завод машина шығаратын завод. Қашан басталды машина шығарып? Осыдан 4 жыл болған. Да, уже. Сен кім болып істейсің ол жерде? Мен ба? ОТК контролер. Сен мен ба деген өзің былай коронный сұрағың да? Кім, мен ба? ОТК деген ол не? Контролер жасаймыз біз. Адамдарға, шығып жатқан машиналарға тексереміз. Қай жерін тексересің мысал үшін? Мен ба? Дулат, машинаны тексересің ба? Мен ба? Дулат, клиент кеп тұр. Маған ба? Жоқ, бұлай, жұмысыңды түсіндіріп берсең, мысал үшін. Жоқ, мен қазір түсінбейсіздер ғой. Біз машинаны тексереміз. Біз ба? Біз түсінеміз. Сіздер. Мысал үшін, енді қысқаша. Машина шықты, уже сен қатысың жоқ. Машинаны шығаруға сен мүлдем қатысың жоқ. Өздігінен шықты. Біреулер шығарды. Шықты, свежий. Андай, не қып тұр, ыстық болып тұр әлі. И Дулат дейді. Мен ба? Дейсің де, келесің сен, қарайсың. Иә? Қарайсың. Қараймын да, мысалы, точкаларына қараймын. Машинаның. Точкаларына. Точкалар деділеді, сол точкаларды біз санаймыз. Точкаларына қараймын, и массаж жасаймыз. Мынандай точкалары бар, бас жібересің. И еще соған ақша аласың сен. Ұялмай. Ондай кезде мен ба деген сұрақ қоймайды да. Дулат, айлығыңды алып кет. Все. Контроль жасап қойдың. Стендапқа бірінші рет келдің, я? Кіммен келдің? Бауырыммен. Бауырың. Бауырыңның есімі? Біржан. Біржан, жасың нешеде, немен айналысасың? Жасым 26-та, мен тоже сол заводта жұмыс жасаймын. Сен ба? Сен кім болып істейсің? Мен ол жерде маляр. Маляр, ол бояйтын адам. Екеуің бауырсыңдар, андай, туыс, бөле. И ол заводқа қалай кіріп кеттіңдер? Ол заводта бірінші бөлем жұмыс істеген. 2 жыл болды жұмыс істеген. Қазақта оны сыбайлас қамқорлық дейді. Біржан, не істей аласың ба? Не істей аласың? Бояй аласың ғой, қиын емес қой. Конечно. Біржанды қалай тарттың? Өзің айтып берсең енді. Біржан көшеде жүрген алып келдім ғой. Жұмыс істеп Хотя бы. Так, Біржан, оға дейін не істедің сен? Мен военныйда жұмыс істеген. Военный, да? Кім бұл? Военныйда контролер болып жұмыс істеген. Военныйлардың автобусы бар. Сен сол жерде контролер. Кім бүгін стендапқа келеміз деген идея кімнен болды? Төртеуің. Так, есімің? Арайлым, немен айналысасың? Альбини компаниясында технологпын. Сендер кәдімгі строго сондай, бір? Қандарыңда сондай бар болып тұр ғой, бір сондай компания, фабрика, завод, технолог. Біржан мен Дулатқа? Нағашы. Бөле нағашы. Мен де нағашы бөлем. Нағашы бөлем. Есімің? Ақнұр. Сен немен айналысасың? Мен кондитерский жұмыс. Жалпы ата-бабадан келе жатқан, мұра болып келе жатқан сондай үйдің үлкендері немен айналысады жалпы? Олар енді өзі бізді шығаратын завод оларды. Так, получается, стендапқа барайық деген идея сендерден. Заводты жабыңдар. Кеттік стендапқа. Күшті, мен шынымен бірінші естіп тұрмын да осындай жаңағыдай
жаңағы цехта альбени технолог машина шығаратын қазақтарды, сондай бір андай техникалық мамандықтағы қазақтарды сирек кездестіреміз ғой негізі. Еще 3D көріп тұрмын. Жақсы, қош келіпсіңдер. Қошемет. Мына жерде туыстар. Тағы кім? Қыздар, сендер? Так, есімің неменен алысасың? Айдана, психолог. Қанша уақыт болды? 3 жыл? Қанша адамды қабылдадың осы уақытқа шейін? Санамап. Демек өте көп. Балалардан басам кішкентай. Психологқа баратын балалар бар ма? Коррекционный психолог. Жоқ, қазір жеткіншектермен, ересектермен. Ересектермен, жеткіншектермен. Аха. 14+. 14+ деген 14-тен 100-ге дейін кете береді ғой. Или сен бүкіл пациенттеріңе балалар деп сөйлесің. Сендер баласыңдар. Ішіңде бала ғой сенің. Есімің немен айналысасың? Енді тоже психолог. Есімің? Аида. Екі психолог. Екеуің психолог болып жүргендеріңе тоже 3-4 жыл ма? Маған 3 жыл сан. Сен қабылдауыңа жазылсыншы, Аида, жазыл. Екеуміз бірге магистратурада оқығанбыз. Иә, менде аралас, нақты өзімнің мамандығымнан бөлек тағы да басқа да жұмыс болды, сол себепті нақты санай алмаймын. Мамандық қандай? Психолог, клиникалық психолог. Аха, жаңа екінші не? Қазір психолог плюс пресс-секретарь. Ол бір-біріне не ма? Просто бір организация, вот соның ішінде... Просто андай полставка. Примерно солай. Так, қыздар? Айдана немен айналысады? Государственный ансамбль. Мәссаған. Ансамбль, ол би ансамблінде билейсің. Ол не ма? Гүлдер ма? Гүлдер емес, областной ансамбль, Алатау өздері. Ол Талдықорғанға қарайтын. Қазір Қонаевқа қарайды. Күшті. тоже артист ансамбль танысы. Сол жаңа Алатау өндері. Тоже би. Қазір бір номер көріп жүреміз еле. Болады ғой, любой бірдеңе басалар кезде басында бимен шығады ғой. Тойларға ше? Ол енді частный шоу. Оха. Жоқ, шығасыңдар ғой. Несі қанша? Гонорар әртүрлі. Мысалы, неге әртүрлі? Мысалы үшін, машина шығаратын заводтан бір клиент келді. Короче, деді. Заводта бір мощный машина шайында отыр, басында би керек. Бірақ той сияқты жасағымыз келіп отыр деді да. И оған не дейсіңдер сендер? Руководитель номері. Жоқ, ол бүйтеді. Қыздар, давайте без руководителя. Сендер де Руководителі болмайды. тойға да ма? Иә. Кім руководитель? Мен десе. Жоқ. Айтпайсыңдар. Жарайды, соңына дейін біліп аламыз. Қазір так, қыздар, енді сендерге. Назым, немен айналысасың? Транспортная компания сегодня. Аты? Иә, біз мына жерде налоговый инспекциядан адамдар отыр. Ма айтты, сұрап ал. Мыналар уже кіріп кетті списокта. Счетная комиссия бәрі тұр отыр. Аты Warehouse Management. Warehouse? War, Wardың мағынасын білесіңдер жалпы. Мен басқа Ward айтсам. Так, кім бұл жерде? Менеджер. Менеджер. Кім менеджердің қызметі неге кіреді оған? Менің қызметіме по обслуживанию клиентымен, клиенттермен сөйлесемін. Басқалармен сөйлеспейсің. Просто біреу кіріп кетсе, клиент емессің, сөйлеспеймін. Еркежан? Журналист. Қай жерде? Жасалаш. Мәссаған. Жасалаш. Мен жасалашты осыдан 20 жыл бұрын оқитын. Жасымды мен де жасырамын. Руководительге хабарлас. Сол айтады. Қош келіпсіңдер, жиі келіп тұрыңдар. Так, қыздар. Я, есімің немен айналысасың? Есімім Махат, бұл музыкант.
Музыкант. Сосын? Фортепианода ән айтам, екеуі бірге ме, или фортепианода ойнайсың, еще бөлек ән айтасың. Қай жерде? Мен әлі студент, бірақ колледжде бітіргенмін, қазір жұмыс істеймін, жас музей. Сол қай жерде деген сұрақты сол үшін қойып. Талдықорғанда музыканы бітірдім, колледж. Россия атындағы. Жұмыс қай жерде деген. Жоқ, андай көп сұрақ қойып отырсам, музыканы қойып беремін ба? Қай жерде? Фальш кетіп қалды, но IQ орталығы бар, сол жерде істеймін. өнер орталығы бар? IQ Education. Сол жерде просто музыкантсың. Мұғалім. Ол жерде балаларға сабақ беріле ме? Так, сен есімің? Амина дедің бе? Сен өтірік қойдың сен. Андай ғой жоқ, Амина деген жоқсың. Амина. Өтірік қойылды бірақ. Кеш жарық? А неге айтпадың? Бұл нені білдіреді? Ойланып қалдым? Я өте андай неожиданный жерлерде ойланып қалады екенсің. Амина. Кеш жарық. Или қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Так, Амина немен айналысасың? Ойланудан басқа былай жалпы. Мен қазіргі таңда оқимын, студентпін. Қандай мамандыққа? Архитектор, дизайнер мамандығында оқимын. Жұмыс жасамаймын. Аха, неге жұмыс жасамайсың? Мен де оқуым қиын. Студент кезде жұмыс істегендер бар ма? Негізі жұмыс жасаймын, бірақ ол жұмыс деп айта алмаймын. Иә, ол қандай мысал үшін? Сен қазір бүкіл мобилографтардың намысын жерге таптадың ғой. Қыран Талапбек карьерасын аяқтай берсе болады ғой. Бүйтіп ол шөлсін. Тоқаевтың жанында жүр ғой, бүйтіп ше. Жұмыс емес бұл просто. Еркеннен жүрміз. Неге мобилографты жұмыс деп санамайсың сен? Просто маған заказ аз түседі. Осыдан бастау керек еді. Заказы аз мобилографтың десең? Иә. Айтпай қой дейін, айтпай. Не түсірдің мысал үшін? Осы уақытқа дейін мен кондитерский цехта торттарды подетально түсіретінмін. Одан кейін жеке адамдардың қасында жүремін. Азаннан кешке дейін. Жеке адамдардың. Аттарын естіге бола ма олар? Иә, белгілі бір адамдардың. Вряд ли белгісіз адамдар мобилограф жалдайды. Олар бүйтіп өздерін түсіруі мүмкін бүйтіп. Бүйтіп ұйықтап жатқан жүріп, любимый сфоткал, пока я спал. Аха. Біз танимыз оларды? Бәлкім дегеннің есімі толығырақ. Танымайсыз әйел адам. Маған қаратып айтты ғой. Жалпы сен жыныс әйелдерді танымайтын жарсың, онда сәл шашы ұзына болады. Айырмашылық бар енді былай ер адамнан. Әйел адам. Сендерге бір қызық оқиға айтып берейін. Мен негізі түрлі жерлерде танып қалады. Лицо бар. Өткенде ауылға барып қайттым. Әдеттегідей индрайв межгородқа тапсырыс бердім. Таксист үлкен кісі болып шықты. И мен отырған кезде күлді да маған қарап. Мен таныды ау дедім. Шаншар дейсің ғой деді. Әй жерде күліп жүрдім енді. Енді ол кісі түсініп тұрмын, үлкен кісі. Мен әйтеуір бір жерден көрген, күлдіретін бәрі ол кісілерге шаншар ғой. Бірақ нақты қай жерден көрген білмейді да. Сөйтіп шаншар театрының актері болып кеттім. Бірақ енді сосын біздің жалпы медиада кім, не қалай бәрін жол бойы түсіндіріп келдім. Солай ауылға қалай тез жеткенімізді байқамай қалдық. Аман-есен жетіп алдық ауылға. Ауылға жеткеніме қуанып атқандарыңа рахмет. Так, жарайды. Рахмет. Бауырым, сенің есімің? Нұржан, немен айналысасың? Сон? Біз күттік қой сені. Нұржан.
Біздің кезек қашан келеді? Қай жердегі сонда? Алмалинский ол... Төле би Байзақовада. Кім болып істейсің о жерде? Специалист. Қалғандары не специалист? Просто жүр. И Нұржан ғана специалист. Бейджигің барша, да? Специалист Нұржан. Ненің специалисті? Неге именно сол жердегі? Откомандированный. Сонда қаланың ішінде бір көшеден екінші көшеге командировкаға жібереді, не істейді сені, автобусыңды төлеп бере ма? Отыр, Нұржан, автобусға кір. Еще ана несін бермейді да, өзінің оңай картасы бар да, ана бүйтіп басып береді да, все, күтіп алады сен ана жақта. Сөйтіп, түстің Тимирязевадан, ар жағынан түсесің ғой, жолдың бер жағынан өттің, адамдар күтіп тұр. Біздің квартираны не істейсің сен? Тіркеп бересің. Аттарына, өздерінің аттарына. Білмейсің ба, квартира қаншадан болатқан қазір? Енді бағасын көрмейсің ба? Йо-май. Андай болмай ма? Ойлашы сен, енді 70 миллион, 80 миллиондық договорлар кетіп жатыр да алдынан. И сен ішіңде шайтаның. Нұржан, қашанғы автобуспен жүре бересің, Нұржан? Сондай бір арам ойлар келіп. Зарплатаң қанша енді? Жетет нормальны цифрға ауыстырсақ. Қазір қаншадан болып отыр жетет нормальны курс бойынша? Шүкірді қоссы жердің уже сен. Уже бір 85 мың теңге көріп тұрмын десең. Примерно 70 миллион, 80 миллион деген договорды мен есептесек. Самыға мобилі көріп емес. Так, сіздің есіміңіз? Гүлжан. Нұржанға кім? Бәсе, мен қалай тупит етіп тұрмын. Нұржан и Гүлжан ойлануға болады ғой. Аминаның ойын бермеген ғой маған. Ойланамай қалдым ғой мен. Кім болып келесің деп сұрап тұрмын. Так, Гүлжан немен айналысады? Сон? Сендер Дулат, Біржан, бәрің андай емес па? Болады ғой мысал үшін, сен ауылдан әкешең жібереді. И сенбейді сен, жалғыз өзің бірдеңе істей алады дегенге сенбейді да. Нұржан, Гүлжанды алып кетші дейді. И Нұржан обязательно Гүлжанды жұмысқа кіргізеді. Жалғыз болмау үшін. Сонда қандай қызмет? Ұмытып қалдым? Нұржан айтпады ма қандай не істейтінді? Жүре бер. Ақ көйлек киіп алсаң болды деп. Егесіше, соңға ақ көйлекпен барушы болмаңдар. Сразу айтып қойайын. Ақ көйлек киіп ал, бара салғам ғой. И мен андай специалистердің қызметіне жүгінбеймін. Сразу өзім барып, СПМ-ді тығып, істеп атсам, апалар келіп сұрай береді, балам мен немді қарап берші. Балам мен, келмеймін екінші соңға деп кеттім ғой. Так, Гүлжан немен айналысасың сонда? Соны ұзақ уақыт ойландың ба? Есіңе түсіре алмай? Қазір басқа көрермендерге келем. Кет қама, мен қазір келем. Сен алдында еще кезекте қаншама адам тұр ғой? Кезек сақтасай.